Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бұл видео урокта мен сіздерге физика, математика офлайн топтамасын ұсынатын боламын. Алдымен біз өзімізді таныстыра кетейік. Менің есімім Рамазан. Физика, математика пәнінен және математикалық сауаттылық пәнінен интернет арқылы оқушыларды қазіргі таңда оқыту үстіндемін. Мына біздің ВКонтакте парақшамыз ұбт физика, математика және математикалық сауаттылық. Әзірше 3 пәнді қарастырып жатырмыз. Ұлттық бірыңғай тестілеуге онлайн дайындаймыз. Осы аталған 3 пәннен видео отырып бізден сабақ ала аласыз. Топта 101 видео бар қазіргі таңда. Барлық оқушыларға ашық, өз топына кіріп қарасаңыз болады. Бұл әрине тегін. Мұнда біздің осындай талдаулар салып отырамыз, видеолар түрлі, және де осындай бір документтер керек. Мысалы, физиканың барлық формасы, механика теориялары, физика 2019, физика 100 нұсқасы, осындай оқушыларға қажетті ең керекті материалдар және мынадай видеоларды шығарып сіздердің назарларыңызға ұсынып отыратын боламыз. Бұл біздің ВКонтакте тобымыз. Кіріп тіркелсеңіз болады. Апасы мына түрде. ұбт 2020 деген аватар қойылған. Бүгінгі біздің ұсынатынымыз физика, математика офлайн топтамасы. Бұл деген бұл топтамада қамтылған бейне сабақтар, мектеп қабырғасында өтілетін сабақтар, яғни физика және математика пәндерінен толық тақырып қамтылған деп айтсақ болады. Мысалға, айта кететін болсақ, математика пәні мектепте негізгісі 5-ші сыныптан басталады. 5-ші сыныпта жай бөлшектен басталады, 11-ші сыныпта интеграл тақырыбынан аяқталады. Бізде, яғни көріп отырғандарыңыздай, жай бөлшектен басталады. Пропорция, дәреже, дәл осылай математиканың барлық тақырыптары қамтылған, прогрессия, мәтіндік есептер. Ал осылай толық айтуға болады, толық интеграл ең соңғы тақырып. Ол 45 минут түсіндірілген, дәл осындай уақыттар көрсетілген. Сіздерге түсіндіретін боламыз. Яғни бұл дайын тұр. Мына видеоларды кіріп қарасаңыз болады кез келген уақытта. Қалаған уақытта, қалаған тақырыпта ішіп қарай аласыз. Ал физика пәні мектепте 7-ші сыныптан басталады, 11-ші сыныптан аяқталады. 7-ші сыныпта біздің өтетіміз алғашқы кинематика. Кинематика ғылымда түсіндірме, одан кейін оған қатысты есептер шығарамыз. Бұл бейне сабақтарда оқушылардың барлығына түсінікті болу үшін бірінші физикада теорияларды қамтимыз, формулаларды қорытып үйренеміз және сол тақырыпқа қатысты есептерді шығаратын боламыз. Математикада да дәл солай, бірінші формулаларды қорыту және оларға түсіндірме, сосын кейін дәл сол формулаларға арналып бізде көптеген есептер шығарамыз. Әр тақырып осындай 48 минут, 35, 43, 50, 1 сағаттық деген сияқты 1,5 сағаттық видео сабақтар да бар. Яғни барлық тақырып қамтылған. Және де қосымша үй жұмысына арналған әр тақырыпқа қатысты есептер бар. Сол есепті сіздерге ұсынатын боламыз. Бұл әр оқушыға менің рұқсатыммен ғана ашылатын топтама. Жазылсаңыз егер, сізде міндетті түрде нәтиже болады. Оған қатысты нәтиже көрсеткен оқушылар мұнда өз пікірлерін қалдырған. Бұны да кіріп оқысаңыз болады. Бұл біздің ВКонтакте парақшамызда жаңа көрсеткен. Міне мысалға айталым. Мен ағайдың физмат топтамасына курсының алғаш жазушыларының бірмін. Бірінші ағым бір айға жетер уақытта барлығын толық аяқтадым. Қазір физикадан 35 плюс балл, математикадан 30 плюс баллға жеткіздім. Дәл осылай. Әр сабақ 40-50 минут аралығында физикадан үй жұмысына тест кітапшаларына жинақталған есеп береді. Дәл осылай көптеген оқушылар өздерінің қатысқандығы жөнінде көптеген ақпараттар беріп өткен. Мысалы, мұнда қазір физика 27-28, математика 30 плюс балл пайға жетіп жатыр деп. Дәл осындай көптеген оқушылар қатысып өз нәтижелерін көрсетіп отыр. Қатысып сіздерге де мүмкіндік бар. Енді бұл курсқа жазылу ақылы түрде жүзеге асады. Курсқа жазылу үшін сіз біздің WhatsApp нөмірге шығып, қалай жазылуға болатынын сұрасаңыз болады. Біз мұнда оны да қалдырамыз. Осы видеоның описаниясында астында WhatsApp нөмір немесе ВКонтакте парақшамызға кіріп сұрақтар қоя аласыз. Мына видео уроктарға сіздерге доступ ашамыз, егер сіз біздің курсымызға жазылсаңыз. Осы курс деп аталады. Офлайн топтама, онлайн емес, тікелей эфирдеміз. Қазір барлық сабақ дайын тұр. Мен оқушыларға ашамын, олар кіріп ішінен қалаған тақырыпты көріп үйреніп береді. Және үй жұмысы бар. Бұл видео уроктар бізде 9 айға дейін сақталады. 9 айдан кейін барып сізде өшіріледі. Бұл видео уроктарды сіз ешқайда көшіріп алып шыға алмайсыз. Не болмаса басқа біреуден алмайсыз. Тек осы жерден ғана аласыз. Тек менің рұқсатыммен ғана. Яғни барлығы заңды түрде қорғалған деп айтсақ болады.
үй жұмысына арналған есептер бар, тест кітапшаларынан алынған. Аса күрделі есептер берілмейді, тек тестке дайындау мақсатында ғана бұл топтама ашылған. Мұнда біздің YouTube каналымыз бар. Осы каналдан немесе ВКонтакте парақшамыздан біздің видеоуроктарды көріп, сіз біздің қалай түсіндіруімізбен таныссаңыз болады. YouTube каналда да біршама тегін видеолар салынған. Осы каналды көріп, тіркеліп қойыңыз. Мұнда тікелей эфир сабақтары өтіліп отырады. Нұсқа талдаулар физика, математика пәндерінен, дәрісіне тағы да басқа да материалдарды біз салып отыратын боламыз. Тағы біздің курста ұсына алатынымыз сіздерге көптеген мүмкіндіктер бар. Бізден кеңес сұрай аласыз. Егер видеоуроктан түсінбеген жерлеріңіз болса, админге жазып, сұрақ немесе есеп жібере аласыз. Осындай мүмкіндіктер бар. Курс жөнінде толық ақпарат осы видеоның описаниесінде сақталады. Кіріп оқып шықсаңыздар болады. Так, мұнда біздің YouTube каналымыз. Так, аватаркасын көрсетейін. Мұнда дәл осындай видеоуроктар сақталған. Міне математикалық сауаттылық нұсқа талдау 50.00 міне мұнда видеолар кіріп көре аласыз. Міне ұбт физика, математика деп жазасыз. Мынадай қаламның және астына тест парақшасының суреті шықса, ол біздің канал. Ішінде көптеген видеолар бар. Кіріп тіркеле аласыз. Міне мұнда көптеген видеолар мұның барлығы. Талдау, импульс тақырыбына есептер шығарамыз. Математикалық сауаттылық нұсқа талдау, мұнда да нұсқа талдау, физика есептерін шығару дәл осындай көптеген, яғни тек физика, математика және математикалық сауаттылық пәндерінен ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындау. Не болмаса 10-шы немесе 9-шы сынып оқушылары болсаңыз, егер сіз тақырыптық сабақтарды түсінбесеңіз, не болмаса оқу үлгеріміңіз нашар болса, осы офлайн топтамаға жазылып, өз біліміңізді көтерсеңіз болады. Яғни сіз мысалы айталық 9-шы сынып ядролық физикаға дейін жеткен болсаңыз, бізде соған дейінгі тақырыптарды көріп үйреніп шықсаңыз болады. Одан кейінгі өтетін тақырыптарыңызды өтіп үйреніп, алдағы оқу үлгеріміңізді жақсартсаңыз болады. Менің мұнда бір екінші каналымды көрсетіп өтейін. ОБТ физика, математика ОБТ деген. Қазір бұл каналымда жұмыс істеп жатырған жоқпын. Кезінде видеолар салғанмын. Бұнда да өте керекті. Мысалға, халықаралық бірліктер жүйесіне келтіру, математикада ең көп кездесетін есептер, немесе анықталған интеграл тақырыбындағы видеолар. Дәл осындай көптеген пайдалы видеолар ұсынамыз сіздерге. Жалпы айтатыным, бұл сабақтың негізгі мақсаты физика, математика офлайн курсын ұсыну. Жаңа мүмкіндіктерін айттым, видеолар сізде 9 айға дейін сақталады. Барлық тақырып қамтылған, яғни с нуля орыс тілінде айтсақ. Яғни сіз түк білмесеңіз, біз сізге 0-ден бастай бересіз. 5-ші сыныптың тақырыбынан бастап 10-ші сыныпқа дейін. Яғни аттап өтпейміз. Барлық тақырып қамтылған, кіріп барлығын көріп шықсаңыз болады. Барлық сабақ дайын тұр, қалаған уақытта қалаған тақырыпты көре аласыз. Видео сабақтар сізде 9 айға дейін сақталады. Осы жаңа мүмкіндіктерден кейін сіздер міндетті түрде үлкен нәтиже болатынына мен сенімдімін. Сау болыңыздар.